Сәлеметсіздер ме? Сабақтарымызға қош келдіңіздер. 5 минутта Қытай тілін жеңіл-желпі үйренеміз. Қалай сөйлеу керегін. Бүгін бізде сен қай тілде сөйлей аласың? Мен мына тілде сөйлей аламын, мына мемлекетке бардым деген сияқты сөздерді және мемлекеттердің аттары мен тілдерді үйренейік. Бірінші бізде сұрақ: "Ни хуй шо ин ю ма?" Сен ағылшын тілінде сөйлей аласың ба? Ни хуй шо ин ю ма? Ин ю деген ағылшын тілі. Ал егер Ұлыбритания болса, инго деген жеке мағынасы мемлекет. Бірақ сөз тіркесі болып Ұлыбритания болады. Инго. Ағылшын тілі ин ю. Германия. Дего. Неміс тілі дөю. Ресей. Бұл жай қысқартылған түрі. Егер толық атайтын болсақ, ылосы болады. Ылосы. Ана жерде қысқа түрі ыго. Орыс тілі ыю. Испания. Шипанья. Испан тілі шипаньяю. Келесі бізде Жапон. Рыбен. Жапон тілі рыю. Корея. Ханго. Корей тілі ханю. Қытай. Чунго. Қытай тілі ханю. Қытай тілін біз тағы да бір мағынада путонхуа деп айтсақ болады. Путонхуа. Екеуінің айырмашылығы енді неде? Қытайда 56 ұлттан астам ұлт бар. Соның ішінде ханзу. Хан деген ұлт ең басым 99%-ін құрайды. Сондықтан ханю болады. Ол яғни Қытай ұлты, Қытай тілі болады сонда. Ханю. Путонхуа деген сол Қытай тілінің ішінде көп диалекттер болады. Және соның мемлекеттік нақты ресми қолдайтын тіл, яғни жеңіл қытайша путонхуа. Біздің үйреніп жатқан осымыздың бәрі путонхуа. Қытай тілінің ішіндегі путонхуа. Енді осы жердегі үй деген мағына, тіл деген мағына береді. Ол мына сөзден қысқарған. Үйен. Бұл зат есім емес, яғни біздің аузымыздағы тіл емес. Қытай тілі, ағылшын тілі, қазақ тілі деген сияқты тіл. Енді осы жердегі хуй, не хуй шо? Хуй деген сөз істей алу, яғни қолынан келіп істей алу. Антоним істей алмау, бұл хуй. Бұл хуй. Сен істей аласың ба, істей алмайсың ба? Сол сияқты. Не хуй шо дөю ма? Сен неміс тілінде сөйлей аласың ба? Яғни сені сұрап тұр, соны білесің ба деп. Егер біз жауап беретін болсақ, хуй шо дөю. Мен неміс тілін білемін. Немесе, мына жерде бұхуй істей алмаймын, яғни қолынан келмейді. Бұхуй шо дөю. Мен неміс тілін білмеймін. Енді сәл ғана білетін болсаңыз, бір тілді и-ден-ден. Кішкене ғана. И-ден-ден. Хуй шо и-ден-ден үй. Мен кішкене ғана орысша сөйлей аламын. Немесе, кешіріңіз. Дуй бу чи. Кешіріңіз, мен кішкене ғана Қытай тілін беремін. Дуй бу чи. Хуй шо и-ден-ден шипанья үй. Немесе, менің айтқаным жақсы емес, мен жақсы сөйлей алмаймын болса, шо-ды бұхал. Тіке аударсаң, менің айтқаным жақсы емес. Бірақ сөз тіркесімен айналып, мен жақсы сөйлей алмаймын болады. Шо-ды бұхал. Яғни сұрақ жауап ретінде істеп көрейік. Ни хуй шо рю ма? Шо-ды бұхал. Мен жақсы сөйлей алмаймын жапон тілінде. Басқа жауап ретінде хуй шо и-ден-ден 西班牙语, яғни мен жапон тілін білмеймін,
кішкене испан тілінде сөйлей аламын. Сол сияқты осы сөздермен осы мемлекет тілдерді байланыстырып практика істеп көріңіз. Сау болыңыз.